Құрметті респонденттер, біз сіздерге жалпы мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны тауарларды өткізу туралы есеп, екі сауда толтыру жөніндегі бейненұсқаулықты ұсынамыз. Кезеңділігі айлық. Екі сауда нысанды экономикалық қызметінің негізгі түрлері экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сәйкес 45, автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек саудада сату, 46, автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа көтерме сауда, 47, автомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа бөлшек сауда кодына жататын заңды тұлғалар және олардың қызметкерлерінің саны 50-ден жоғары құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ қызметкерлерінің саны 50 адамға дейін іріктемеге түскен заңды тұлғалар тапсырады. Тапсыру мерзімі есепті кезеңнен кейінгі 3-ші күнге дейін. Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан респонденттер үшін бөлімінен алуға болады. Нысанның өзін толтыруға өтеміз. Бастапқы бетінде статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыты, есепті кезең және мекеменің бизнес сәйкестендіру номерінің коды белгіленеді. Бірінші бөлімде тауарларды нақты өткізу орнын көрсету керек. Кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан, аумақ кодын статистика органының қызметкерлері толтырады. Екінші бөлім 1000 теңгемен толтырылады. Бірінші және екінші жолдарда бірінші баған бойынша есепті айға төлеу әдісіне және нақты ақшалай қаражатының түскеніне қарамастан тауарлардың өткізу көлемі көрсетіледі. Және одан азық-түлік тауарлардың көлемі екінші бағанда көрсетіледі. Статистикалық байқаудың мақсаттары үшін тауарларды өткізу көлемі сауда үстеме бағасын қамтитын қосылған құнға салықтарсыз, акциздерсіз нақты сату бағаларында беріледі. Бөлшек сауда айналымына, бөлшек сауда желісінен заңды тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге босатылған тауарлардың құны қосылмайды. Үшінші, төртінші бағандарда өткізу көлемінің өсуінің немесе төмендеуінің негізгі себептерін, негізгі себептер анықтамалығына сәйкес көрсетіледі. Тек бір жауапқа жол беріледі. Үшінші жол бойынша есепті кезеңнің соңына кәсіпорындарда орналасқан қоймада тауарлардың құны ақшалай мәнде көрсетіледі. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болмаған жағдайда, респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей, нөлдік көрсеткіштермен статистикалық нысанды ұсынады. Соңғы бетінде кәсіпорынның байланыс деректері көрсетіледі. Қосымша ақпарат алу үшін 31 90 51 телефон арқылы хабарласуға болады.